Англияға маусымдық жұмысқа қатты барғысы келіп жүрген жандар, дәл қазіргі уақытты, дәл қазіргі шансты жіберіп алмаңыздар. Дәл қазір осы уақыттарда негізі 2026-ға набор жақсы жүреді, адамдарды қабылдап жатыр, иә. Сондықтан 2 күн бұрын ашылған Агречар бар, одан алдын ашық тұрған сайттар бар. Солардың барлығына сайттарды толтырып жіберіп қоя беріңіздер. Оны жіберу үшін сіздерге загранпаспорт керек болады. Міндетті түрде без загранпаспорта никак. Енді әркімге әртүрлі келеді жауабы. Біреуге тез келуі мүмкін, біреуге кеш келуі мүмкін, иә, хоть қазір толтырса да. Бірақ мен ойлаймын, что қазір толтырсаң, шанс көбірек депші. Сондықтан дәл қазіргі уақытты жіберіп алмаңыздар да толтырыңыздар. Әр адам өзі толтыра алады негізі. Сіздерге телефон, оған ноутбук та керек емес. Телефонмен де толтыра аласыздар. Сайттарға кіресіздерде сұраған нәрсесін бәрін жазып толтырып жібересіздер. Егер толтыра алмаймын дейтін болсаңыздар, иә, обычно электронный почтаның не екенін, қалай жұмыс жасайтынын білмейтіндер бар, болмаса толтыруға қорқатындар, қате жасайын деп қорқатындар бар, иә. Толтыра алмаймын десеңіздер, мен анкета толтырумен айналысамын. Мен болмасам TikTokта Англияға барып келіп, анкета толтырып жүргендер өте көп. Соларға да толтырсаңыздар болады. Әр адам өзі кімге қалайды, соған толтыртады. Но желательно өздеріңіз толтырғандарыңыз жөн. Одан кейін біреуге толтыртатын болсаңыздар, міндетті түрде видео отчет сұраңыздар. Ол обязательно. Өйткені сіз представление иметь ету керексіз, да? Қай сайт, қалай көрініп тұр, қай сұраққа қалай жауап берілді. И сіздің атыңыздан реально толтырылды ма сайт, толтырылмады ма, иә? Сіз соған көз жеткізу керексіз. Так что сол айтарым, уақытты жіберіп алмаңыздар. Кейінге шегермеңіздер, если реально барғыларыңыз келіп тұрсашы, кейінге қалдырмаңыздар.